Адамнан көп нәрсе күтудің қажеті шамалы. Неге деген сұрақ санаңызға келді ме? Онда айтайын, күту адамға шексіз үміт сыйлайды. Күткен нәрсең орындалмағанда іштей ренжисің. Бірақ оны ашып айта алмайсың. Өзіңмен өзің бұлданып, өмірге өкінішпен қарап кетесің. Күтпеңіз. Әр адамнан шектен тыс махаббатты күтіп әуре болмаңыз. Мейірімді, адал, арам ойдан адамдар қазір өте сирек кездеседі. Тіпті жоқтың қасы. Бәрінен жылулық пен жақсылық күтпеңіз. Жақсылығыңыздың өтеуін де күтпеңіз. Қажеті жоқ. Жақсылықты өзіңіз үшін жасадыңыз. Алла алдында бәрі өз уақытында жауап беретін болады. Банкир бұл күн ашық күні қол шатыр беріп, оны жаңбыр жауған күні қайтаруды талап ететін адам. Кей адамға жылы сөзде жұбаныш, жылы сөзге жылып әркез тұрады. Бір адамның мұңайғанын көргенде жақсы сөйлеп, сыйлай білші қуаныш. Сөз сүйектен өтетіні тағы рас. Жақсы адам тіл жағынан жаңылмас. Жанға кірсе тез жазылар жарасы. Ауыр сөздің жарасы бар, жазылмас. Жақсы сөздің болған емес зияны. Жылан уын ара балын жияды. Қандай пікір талас болып тұрса да, ақылды адам артық сөзді тыяды. Тарылмасын ешқашан тынысыңыз, таси берсін әрқашан ырысыңыз. Немере, келініңіз сәлем салып, шөберенің қолынан су ішіңіз. Үлкен алдында иіліп сөйле, кіші алдында сызылып сөйле. Иіліп сөйлегеннен белің бүгілмейді, сызылып сөйлегеннен сөзің үзілмейді. Жұмсақ сөз тастан да қатты, жүректі жұмсартады. Қатты сөз жібектен де жұмсақ, жүректі қатайтады. Ер бір рет өледі, ез 1000 рет өледі. Жұмсақ ағаш құртқа жем, жұмсақ адам жұртқа жем. Егіннің ебін, сауданың тегін, үйреніп ойлап мал ізде. Адал бол байтап, адам бол малтап, қуансаң қуан сол кезде. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Жақсы адамның да әлі бітеді, жамандардың да дәуірі өтеді. Біреуге қатты сеніп жүресің, ол сені сатып жаралы етеді. Бағаламайды барыңда ешкім, кеткен соң барып көзі жетеді. Адам тағдыры пәтер секілді, біреу келеді, біреу кетеді. Жақсы адам жанашыр, қатеңді көрсе жасырады. Жаман адам басқаға қатеңді айтуға асығады. Жалғыз ұлы бар кісінің шығар шықпас жаны бар. Екі ұлы бар кісінің өкпе бауыр жалы бар. 3 ұлы бар кісінің Бұхарада малы бар, Хорасанда қолы бар. 4 ұлы бар кісінің аспаннан салған жолы бар. Сөздің өзінде кінә жоқ, мәселе айтушыда. Біреу оны мұзға аунатып жеткізеді, біреу тұзға аунатып жеткізеді. Енді біреу жүрегінің жылуына бөлеп жолдайды. Бас иіп барлығына келіскенің, көрсең де бұл өмірдің терістерін. Сүрініп сынақтардан тұра білсең, бұл сенің өмірдегі жеңістерің. Адамды көрікті ететін жүзі, жүзді сұлу ететін көзі. Десек те, адамды адам ететін оның аузынан шыққан сөзі. Кішіпейіл адамдар жемісі көп мәуе ағаш секілді. Неғұрлым жебісі көбейген сайын, соғұрлым иіле түседі. Қыз мінезінде ұяңдық пен әдеп бірге кездессе, бірін-бірі жасырыңқырап тұрады. Ашықтық пен абайсыздық бірге кездессе, бірін-бірі асырыңқырап тұрады. Бір адамдарға таң қаласың,
сөздің жартысын естіді, аз ғана бөлігін түсінеді, бірақ артығымен асырып айтып жеткізеді.